Баршаңызға сәлем. Бүгін Один дома, яғни үйде жалғыз қалғанда фильмінің 6-шы бөлімін айтатын боламын. Ал олай болса осы жылдың алғашқы лайктарын баса беріңдер, өйткені Казвойс сайрайды. Джефф және Пэм дейтін Маккензи әулетінен шыққан жұп болады. Олар жаңа жыл алдында жағдайларын бір қатар ауырлатып алады. Джефф жұмыстан шығып маңырақ балады. Ал әйелі Пэмнің табатын табысы саусақпен санарлықтай ғана сомаға жетіп, отбасын асырау жағынан біраз қиындықтарға душар болады. Содан екі жұп үйді сатпақ болып риэлтор жалдайды. Ол өз ісін орындап жүргенде Джефф аузына ие бола алмай, барынша үйдің тез сатылып кетпеуіне жағдай жасайды. Да. Но только осторожнее, потому что если вы снесете несущие стены, то весь дом развалится. Джефф, что ты творишь? Осылайша біз фильмнің тентек персонажымен таныса бастаймыз. Әрі қарай комедия қызығырақ болу үшін мүше мен дәрет жайындағы әзілдерді басты рөлде ойнайтын Макс есімді балақайдың аузынан естиміз. 6 стаканов газировки и гигантская нагрузка для мочевого пузыря крошечного 10-летнего ребенка. Иә, фильм бастала салып, Макс өзінің керемет актерлық шеберлігімен қоса газдалған сусындарға тәуелді екенін айтып таныстырады. Осыдан кейін біз мына балақайды Кевинмен салыстырып осыған жақтасуымыз керек екен. Содан кіші дәрет Максты мазалап қоймаған соң, шешесі Кэрол өтіріктен үй сатып алушы ұқсап, Джеффтің шаңырағынан тап болады. Ал Макс өз қажеттілігін орындап, киноның өзіне сай дыбыстарды шығара бастайды. Бір кезде Джефф қорабын жерге қоя бергенде, басы жоғары қараған қыштан жасалған қуыршаққа Кэролдың көзі түсіп, соның бағасы туралы біраз әңгіме қозғалады. Оның әңгімесі бойынша $5000 тұратын антиквариатты кезінде бір қария $10 сатып алған екен. Оған күлген Джефф, мен өз баламды керек десең соның жарты бағасына сатып жіберер едім деп Максқа қарап қалжыңдайды. Артынша Кэрол баласы екеуі салғыласып, түбінде Максқа газдалған сусын ішуге тыйым салынатын болып шешіледі. Оған мәз болған Джефф одан бетер Макстың жынына тиіп, суырманың үстінде тұрған газдалған сусындардың бірін алып көзін қызықтырып ұрттап алады. Оған ашуланған Макс көз қырын қуыршаққа салған жерінен сцена үзіліп кетеді. Кешке қарай риэлтор үйге кіріп келіп, Маккензи отбасының жұмыстары жүрмей жатқанын айтады. Және мейрам алдында сәл саусақ сора тұрыңдар, сосын жаңа жылдан кейін сатып алушы тұрғындар табылып қалуы мүмкін дегенге келтіреді. Сол уақытта үйге Джеффтің балалары кіріп қалады. Олар үйдің сатылымға кетіп бара жатқанын білмегендіктен, Пэм мен Джефф барынша бұл жағдайды балалардың көздерінен жасыруға тырысады. Мына жақта Мерсер отбасы жаңа жылды ертең Токиода атап өтпекші. Сондықтан көріп отырғанымыздай үйдің іші ушу қырғын бай балам болып жатады. Кэрол ұшу билеттерін қателесіп брондағандықтан, ол басқалардан бұрын түнгі уақытта қақаңдап тұрып алып, әуежайға қарай тарту керек болады. Соны түзеу мақсатында ол компаниямен келісімге келе алмай ми ашып отырады. Ал мына жақта Макс отбасы мүшелерінің біреуімен тіл табыса алмай назарсыз қалып, оңашалану мақсатында гаражға түседі де, автокөлік, тыныштық, монитор және ұйқы дейтін ең керемет достарын тауып алады. Егер шынында кейде осы 4 нәрсе сендерге жақынырақ болса, лайк бассаңдар болады. Кейіннен мейрамды бірге қарсы алу мақсатымен Джеффтің үйіне інісі Хантер және Мэй дейтін жұптан құралған туыстары қонақ болып келеді. Онсыз да қаражаттан қиналып отырған Джефф енді жағдайы аспанды тесетін Хантердің мақтаншақ қылықтарын көтеруге тура келеді. Түнге қарай не істерін білмеген Джефф ғаламторды ақтарып отырып, жақын арада кіріп кететін жұмыс таппай қояды. Сөйтіп айналасына қарап, керек емес қуыршақтарды OLX-ке салып сатып көргісі келеді. Бір кезде әлгі басы жоғары қараған қуыршақ үшін $200,000 сұраған сұраныстарды байқап, дереу қораптағы фарфор қуыршақты іздеп көреді. Бірақ қырсықтық оны тауып алмауға жағдай жасайды. Джефф әр ойланып бер ойланып, күні бұрын үйіне келіп кеткен Мерсер отбасын есіне түсіріп, соны балақай алып кеткен шығар деген тұжырымға келеді. Артынша картадан Мерсер отбасы тұратын үйді тауып келеді. Осы уақытта Мерсер отбасы жүктерін арқалап асығыстықпен әуежайға жиналып жатады. Джефф бұлармен жолығып, Макс пен Кэролдың қайда екенін сұрайды. Майк Мерсер оған билеттің қате брондалғанын түсіндіріп, олардың ерте ұшып кеткенін айтады. Сөйтіп Майк есікті ашып, үйде кім қалып қалғанын айқаймен тексеріп көреді. Макс машинада ұйықтап жатқандықтан оны естімей қояды. Ал Майкқа ешкім үн қатпаған соң, Максты Кэролмен бірге кетіп қалды екен деп ойлап, дабыл қаққышқа дүниедегі ең қиын сандар тізбегін орнатып, есігін құлыптап, кілтті ауылдағыдай шелек сияқты вазаның астына қойып кетеді. Оның бәрін Джефф байқап тұрады. Үйтіп Мерсер отбасы жолдарына аттанады. Ал Джефф терезеден сығалап Макстың курткасын көріп, оның томпайған қалтасын байқайды. Бір кезде ол кілтті алып есікті ашпақшы болады. Сол кезде дабыл қаққыш іске қосылып, бірден полиция мигалкасын шырылдатып, ротвейлерін ертіп жетіп келгендей көрініс ашылады. Бірақ бұның барлығы жай ғана үстіне қызыл және көк шабадан жүктеген көлікпен далада иесімен қыдырып жүрген пудель болып шығып, Джефф елестеу үрейінің ушыққанын түсінеді. Одан кейін бұның бәрін Пэммен ақылдасуды жөн көреді. Біраздан соң екеуі қоңырау көрсетіліміне қатысады. Мына жақта Макс оянып, үйінде жалғыз қалғанын түсінеді. Артынша білген боғын жеп, өзін еркін сезініп, бүкіл қолжетімді дүниені өзіне қаратып алады. Арасында Кевин істемеген нәрселерді де істеп, мода көрсететін жағымен көзге түседі. Біраздан кейін Маккензи отбасы туыстарымен далада серуендеп жүреді. Эббидің көзі бір көйлекке түседі. Оны сатып алуға Пэмнің ақшасы жетпей тұрады. Сол кезде Мэй оған сол көйлекті алып беретін болып шешеді. Ал Пэм қолын
қолын қалтасына салып, сол жерде ауадан басқа ештеңе жоқ екеніне одан бетер қынжылады. Үйлеріне барғанда Хантер бір киноның ремейкін көріп отырып, оригиналдың әрқашан жақсы болатынын айтып, өздері түсіп жатқан киноның быт екенін мойындап қояды. Почему всегда пытаются переделать классику? Оригинал всегда лучше. Содан Пэм айналасына қарап, үйге алғашқы көшіп келген кезін және талай қызық жаңа жылдарды бірге өткізгенін елестетіп, баспанасын сатуға қимай, есіне әлгі қуыршақты түсіріп, бірден Джеффпен ақылдасуға көшеді. Артынша екеуі Мерсерлердің үйіне барып, есікті кілтпен ашып кіреді де, кодты қате енгізеді. Ал Джефф Макстың курткасын тұрған орнынан таппай қояды. Сөйтіп екеуі қуыршақты суреттеп, оның бағасы жайлы әңгіме айтып тұрғанда, Макс Джеффтің алдыңғы сөздерін есіне түсіріп, барлығын өзіне қабылдап, өзі тұтқынның құрбаны болып сезінеді. Әңгімені дұрыс түсінбеген Макс бірден хоумботқа жүгініп, полицияға қоңырау шалуын сұрайды. Ол сөйлегенде екеуі үйде тағы адамдар бар екен деп ойлап қалады да, сыртқа қарай безіп шығады. Ал аулада бұларды полиция күтіп алады. Ол кім десеңдер, Кевиннің ағасы Баз МакКаллистер болып шығатыны қалай кетті. Содан Пэм өзінің әртістік шеберлігін қосып, мына үйде бұрыннан өздері тұратындай етіп пранк ұйымдастырып жібереді. Аңқау Баз оған сеніп, өз жолымен кете береді. Ал терезеден қарап тұрған Макс полиция шақырған дұрыс емес идея екенін түсінеді. Өйткені полиция келген күннің өзінде ол Макстың үйде жалғыз екенін біліп, оның ата-аналарының үйде баланы қараусыз тастағаны үшін жауапқа тартуы мүмкін. Осы сәттен бастап Макс ешқандай полицияға жүгінбей, барлығын өзі тындырмақшы болады. Біраздан соң Макс хоумбот арқылы ата-анасына хабарласып көреді, бірақ ол мүмкін емес. Сол уақытта Токиода ата-аналар Максты жоғалтып алғанын түсініп, оны іздеп байбаламға салады. Үйге қоңырау шалайын десе, бұларда стационар телефон жоқ. Сонымен қатар Макстың өзінде мүлдем телефон жоқ. Ал көршілермен хабарласайын десе, бұлар ол ауылға жаңадан көшіп келгендіктен ешкімді танымайды. Енді не істейді? Кэрол әйтеуір бір нәрсе қылып, офицермен байланысқа шығып көреді. Бірақ қырсыққандай қоңырау Базға түседі. Баз бұрын соңды Кевиннің жалған қоңырауларын есіне алып, дәл қазіргі сәтте мына жағдайды да жалған шақырумен теңеп сенбей қояды. Ал Кэролдың жүйкесі шыдамай жалғыз өзі бері қарай жол тартпақшы болады. Ертесіне Макс жаңа жылдық шіркеуде Джеффтің баласы Криспен танысады. Әңгіме барысында Макс өзінің жалғыз қалғанын айтады. Ал Крис оны басқаша түсініп, қолындағы ойыншық автоматын сыйға тартады. Залда риэлтор үйдің сатылу мүмкіндігінің өте төмен екенін хабарлап, алдағы уақыттарда өзін мазаламауын өтінеді. Дәл сол уақытта қайырымдылық қорына жауап беретін қария Макспен сөйлесіп тұрады. Оны байқаған жұп әлгі сөйлеген хоумботты осы кісімен шатастырып, Макстың апасы деп ойлап қалады. Демек дәл қазір үйде ешкім жоқ. Сондықтан екі жұп дереу сол үйге барып, қуыршағын тауып алуды көздейді. Кэрол Токио әуежайында тексеру қызметшілермен жанжалдасып, үйіне оралудың қамын жасайды. Ал мына жақта Маккензи жұбы Макстың үйіне келем дегенше күнді де батырып үлгереді. Екеуі қоршауға міну арқылы үйдің ауласына түсуге әрекет жасайды. Арасында фильм ешқандай комедия осырусыз қызық болмайтынын еске түсіріп, газ жіберетін шекараларды аша бастайды. Боже. Прости. Кейіпкерлер әрең дегенде аулаға түседі. Бірақ мына біреу аласа қоршаудың үстімен шыға салса тез түсер еді ғой дейтіндей ақмақтық біздің ашуымызға да тиіп үлгереді. Сөйтіп үйге кірсе мүлдем басқа отбасы отырған әулетке тап болады. Бұлар да екі жұптың бағына қарай ешқайсысы көз алдарынан екі адамды байқамай, соқырлық кереңдік танытып тірліктерін істей береді. Ал Джефф мүлдем ұмытшақтық танытып, Мерсердің үйінде қоршау болмағанын, тіпті күні бұрын кірген есігінің қандай екенін ұмытып қалғаны қызық болады. Қайтар жолында бассейнге шомылып, үсті басын су қылып, Мерсерлердің үйлерінің қасына келіп, операцияны түнгі 12-ге жоспарлайды. Макс балконға шығып, бұлардың әңгімесін естіп қояды. Может мне одеться Сантой? Только Санта унесет в своем мешке уродца за $200 000. Тогда дождемся полночи. Осындай әңгімелерден кейін Чиколдың ойына тек үрейден басқа ештеңе келмейтін анық қой енді. Содан ол тұзақ құру жоспарларына көшеді. Ал Маккензи отбасы үйлерінде қаз-қарталарын қайнатып, бешбармақтарын дайындап, дастархандарын құлпырта бастайды. Ал мына жақта Кэрол ұшағына отырып, бері қарай ұшып келе жатады. Біраздан кейін Маккензи отбасы бөлмелеріне кіріп ұйқыға басады. Ал екі жұп өтірік ұйықтағансып, бәрі тынышталғанда тұра қалып, қуыршақты қолға түсіруге аттанады. Макс үйінде қаруланып қонақтарды күтіп тұрады. Кейіннен екі жұп Макстың алғашқы тұзақтарына түсе бастайды. Артынша кіреберіс аулада біраз сырғанап, жолдың шетінде қармен жағалап жүру дейтін ой екеуінің де миына келмей қояды. Әрі қарай ақмақтық жарысы басталып, Джефф одан бас жүлде ұтып алғысы келетінін дәлелдеп, баланың жазған хатын оқып табалдырыққа дайындап қойған асынан ауыз тиіп, оны ыстық сүтпен итереді. Ал мына жақта Пэм Макстың тұзақтарын ренжіткісі келмей, оның барлығына түсіп шығуға тырысады. Ең жаманы дабыл қаққыштың түймесіндегі инеден Джефф саусағының табылуы болып саналады. Ең қызығы соны басатын кезде Джеффтің көзі қайда қашып кеткенін сұрайын десем, өзі экранның ар жағында жүр екен ғой. Содан аяз ата болып Максты алдайын деп тұрғанда бильярд шарын шекесімен тосып жата қалатыны бар емес пе? Әрі қарай топастықтың шегін таба алмаған Джефф, Макс тағып кеткен VR көзілдіріктің көзінде тұрғанын білмей, кеңістік пен ориентирін жоғалтумен қоса, ақыл есін жоғалтып алдында тұрған сөрелерге былш етіп соғысатыны бар емес пе? Әрі қарай Пэм қандай тұзақтарға түсетінін айтайын десем, Лего ойыншықтарының сатылымы төмендеп кетсе, соған мен кінәлі болып қалам ба деген уайым мені мазалайтын жері тағы бар. Ал сол уақытта Макстың шешесі өзінің қасында отырған көршісінің мәдениеттілігіне тамсанумен болады. Үйде екі жұп баланы тыныштыққа
шақырып көруге тырысады. Бірақ ол тозақи құбыжықтардың жасағы болғандықтан еш сөзге келмей тек нәпсі қандыру дейтін садистік әрекеттерін орындауын жалғастырады. Артынша Шигол рогаткалық өнерімен мақтанып, Джеффтің ауарасын азаптайды. Азаптау осымен тоқтады деп ойлайсыңдар ма? Әрі қарай мына қозғалып тұрған не нәрсе болды екен? Неге оны түртіп көрмеске деп, Пэм қосқышты тартып қалғанда, беттен бет қалдырмай ине терапиясын жаңа жылдық жеңілдікпен тегін қабылдап алады. Ал Джефф текпе-жекпен көтеріліп келе жатып, тура Макс кесіп дайындап қойған бағанды ұстап төмен қарай домалайды. Мүмкін осы кезде сценарист Джеффтің құлағына тек осы ағашты ұстайсың деп сыбырлады ма, онысын енді біле алмадық. Әрі қарай Макс жүгірме жолаққа йога добын тастап Пэмге тосқызады. Ол ең жұмсақ тұзағына түскеніне мәз болып тұрғанда, Макс оған ауырлық сыйлап, гір тасын тастап жіберіп, Пэмді лақтырып, Джеффті құлатып, екі арада боулинг ойнап тастайды. Ал Джеффтің кезегі келгенде батутты қисайту арқылы онымен Angry Birds ойнап, Джеффтің түрін бір тізгем деген сөзге ұқсатып қояды. Артынша үшкір мұздарды құлатып, шынымды айтайын, Макс адам өлтіргіш қаншер болуға асыққан іспетті болып кетеді. Айналайын-ау, мыналарды көрген Джон Крамер көз жасына тұншығып, шығатын жерін іздеп таппай қоятын болды ғой. Содан барлығы үйге келгенде, екеуі әрең дегенде баланы сабырға шақырып, мән-жайды айтып түсініспеншілікке келеді. Бір қызығы, бала Джеффтің үйіне келгенде ешқандай қуыршақ ұрламаған екен. Бағанағы қалтасындағы томпайып тұрған нәрсе жай ғана газдалған сусын болып шығады. Солайша барлығы соғыс алауын өшіріп, дос болып бір-бірімен құшақтаса бергенде, жоғарыдан люстрада шыдамай өз орнын тастап, кейіпкерлерді өз құшағына алады. Артынша баланың үйде жалғыз қалғанын біліп, екеуі Максты жалғызсыратпай өз үйлеріне алып барады. Үйінде отырып, Хантермен ақылдасып, ақыры соңында екі балаларына үйді сатқалы жатқанын түсіндіреді. Және отбасың қайда болса, төбеңдегі баспанаң да сонда деген ой түйінге келеді. Бір кезде Олли дейтін балақай әлгі ізделінді қуыршақты қолына ұстап бөлмеден шығып келмесі бар ма? Оның бүтіндігін уайымдаған Пэм мен Джефф кино тарихында болмаған ең ұзаққа созылатын тосу сценасын орындап жатып, әйтеуір қуыршақты аман алып қалады. Бір кезде Макстың шешесі келіп, екеуі сағынып көрсетеді де, көп ұзамай үйлеріне қарай бет алады. Ал Джефф қуыршақтың бағасына қанағаттанып, үйін сатпайтын болып шешім қабылдайды. Ал мына жақта Кэрол мен Макс үйлеріне келіп, ішіндегі кереметті көріп табалдырықта қатып қалады. Арадан бір жыл өтеді. Маккензи және Мерсер отбасылары жаңа жылды бір дастарханда тойлап отырады. Джефф өзіне жаңа жұмыс тауып аяққа тұрып кеткен екен. Ал қуыршақтың құны тек Маккензидің үйін сатылымнан құтқаруына ғана емес, Мерсердің қираған үйін қалпына келтіруге де жеткен екен. Осылайша барлығы орын тауып, жақсы аяқталатын жерінен фильмде есік алдына шығып өз соңын табады.